Ер жігіт ешкінің жүнін ұрлап, несиесін төлемек болды. Несие, ешкі жүні. Армысын, қазақ елі Назарда Экспресс жаңалықтар бізде бар болғаны 1 минут кеттік. Оқиға Түркістан облысында болған. Бәйдібек аудандық полиция бөліміне ер адам арызданған. Ауладағы қорасына біреулер кіріп, 3 қапқа салынған ешкінің жүнін ұрлап кетті. Полиция жүн ұрлықшыны іздей бастапты. Нәтижесінде күдікті табылды. Мал жүнін сатумен айналысатын жігіт екен. Түркістан қаласында жүр. Ұсталды, бөлімшеге жеткізілді. Турист, пацан к успеху ушел. Не получилось, не фартануло. Келтірілген шығын мөлшері 75 мың теңге болды. Полицейлер солай санап шықты. Ұрлықшы күндізгі уақытта мал қорада ешкім болмағанын күтіп, соны пайдаланған екен. Жүнді неге ұрлап жүрсін деген сұраққа несие төлеуге ақша жетпеді деді. Ал ақпараттың толық нұсқасы сайтта Экспресс